بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүгін біздің 16-шы сабағымыз, соңғы сабақ. Осы салауат сырлары сабағының соңғы 16-шы сабағы. Осымен біздің сабағымыз аяқталады. Бүгінгі тақырып Пайғамбар саллаллаху алейхи жалпы түс жайлы болады. Түс көру мәселесі, және соның ішінде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды түсінде көру мәселесін айтатын боламыз. Шейх Абдулла Сираджиддин соған қатысты былай деп айтады. قد يعجب بعض الناس مني لأنني ذكرت في كتاب هذا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة واسعة من رؤيا المنام التي جاءت فيها البشائر. Кейбір адамдар таң қалады дейді. Менің осы кітабым, яғни осы кітабымда сондай адамдарға түсінде келген сүйінші жайлы келтірген оқиғаларымды осы кітапқа қосқаныма, соны жазғаныма кейбіреулер таң қалады дейді. Біз алдыңғы 15-ші сабақта сол небір оқиғаларды түстерді айттық, сондай сүйіншілер келген түсінде Пайғамбар саллаллаху алейхи салауат айтқан себепті сол لمن كتب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولمن أكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. Яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи салауат жазғандарға қатысты, және Пайғамбар саллаллаху алейхи көп салауат айтқандарға қатысты. Яғни көп салауат жазғандар мен көп салауат айтқандарға қатысты келген түстері бар ғой, көрген түстері. Сол түстер туралы айтқан кезінде сол түстерді кітапқа енгізгеніме, сол туралы жазғаныма таң қалады дейді кейбір адамдар. Яғни ол шындыққа жанаспайды ғой деген секілді айтып жатқаны ғой. Фақулу фил жауап, мен жауапқа былай деп айтамын дейді. لا ينبغي التعجب من ذلك ولا انتقاد ولا اعتراض ولا انتقاص. Бұл нәрсеге таңғалудың қажеті жоқ дейді. Және оған кері оны жоққа шығарудың да қажеті жоқ. Оған қарсы шығудың қажеті жоқ. Бұны және төмен көрудің де қажеті жоқ дейді. Алдыңғы 15-ші сабақта айтылған оқиғаларға қатысты. ذلك لأن رؤيا المؤمن الصالحة هي صدق تأتي ببشارة لصاحبها الذي رآها أو رؤيت له. Өйткені ол нәрсе, бұл мүминнің түсі дейді, мүминнің салиқалы түсі, яғни жақсы түсі, ол не? Шындық дейді. Ол шындық. Шындық қашан? Ол сүйінші болып келеді дейді, сол көрген адамға дейді. Сол түсін көрген адамға сүйінші болып келеді дейді. Немесе оған кімге ол көрінді, сол түс соған ол сүйінші болып келеді дейді. وَقَدْ تَأْتِي بِنِذَارَةٍ لَهُ مِنْ أَمْرٍ. Кейде ол түс оған бір нәрсені ескерту ретінде келеді дейді. وَقَدْ تَأْتِي تَذْكِرَةً لَهُ أَوْ مَوْعِظَةً أَوْ تَنْبِيهًا لَهُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ غَفَلَ عَنْهُ. Немесе кейде оған бір сол еске салу ретінде, бір уағыз ретінде, бір нәрсеге мән бергіздіру жағынан, осы нәрсеге сен мән бер дегендей секілді жағынан келеді. Ол сол нәрсеге, бір мән бермей жүрген нәрсеге бір ескерту ретінде, еске салу ретінде келеді дейді, түс дейді. Фахия миналлахи та'аля. Ондай түс дейді Алла тағала тарапынан болған түс дейді бұл. Тадуллу аля айнаятихи субханаху бисахибир руя. Ол не нәрсе? Ондай адамның сондай жақсы түсті көруіне, сондай бір ескерту көруіне, бір нәрсеге ишарат етіп жатқан сол нәрселерді көруі, ол дейді Алла тағаланың сол түс көрген адамға деген оның көңіл бөлуін білдіреді дейді. Алла тағала оған жақсылықты қалап тұрғанын білдіреді дейді. Сол арқылы оған жақсылықты көрсетіп, бір жол көрсеткісі келіп тұрғанын білдіреді дейді. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن للرؤيا أثرا واقعيا في عالم اليقظة. Бұған көптеген Құран аяттары, одан көптеген пайғамбарлық хадистер неге дәлел болады? Расында түстің не бар? Мына адамның түсі, адамның өңіне қатты әсер ететініне не бар? Дәлел бар дейді. Дәлел. Өңіне әсер етеді. Өң деген, яғни ұйқылы емес кездегі өмірге үлкен несі бар, оның шынайы әсері бар дейді, түстің дейді. Ла янбағи инкаруху. Оны жоққа шығаруға болмайды дейді. Бәл уәләлдір тиябу фихи. Тіпті жоққа шығару былай тұрсын дейді. Ол нәрседе күмәндануға да болмайды дейді. Расында Алла тағала бізге Юсуф алейхиссаламның несін, қиссасын бізге не істеп берді?
қиссасын айтып берді Юсуф сүресінде, иә. 11 жұлдызбенен 11 жұлдызбен күн мен айдың екеуінің оған сәжде етіп жатқанын көргені жайлы түсінде, иә, Юсуф алейхиссалам. Және бізге нені, оның мағынасын, яғни ол түсті бізге жорып та берді дейді. Ол түстің қалай жорылуы керек екенінде айтып берді түсте. Сол түстің әсерін де айтты дейді. Оның Юсуф алейхиссаламның өміріне қалай әсер еткеніне қатысты айтты дейді. Ол не? Оның әсері, оның жаңағы несі, түстің жоруы не болып шықты? Сол жаңағы 11 жұлдызбен ай менен күннің сәжде ету, ол оның бауырлары менен ата-анасының оған сәжде етуі болды дейді. Оның несі, жоруы сол болды, сол түстің. 11 бауыры мен ай мен күн ата-анасы сәжде етті. Кезінде білесіздер, исламға дейін сәжде, адамға сәжде етуі рұқсат болған. Қай жағынан рұқсат болған? Рахмет, жаңағы сәлем беру жағынан, немесе жаңағындай рахмет жағынан, сондай жағынан не болған? Құрмет жағынан рұқсат болған, исламға дейін. Ал ислам діні келуіменен сәжде, адамға сәжде етуі не жағынан да харам етілді, тіпті құрмет жағынан да жасау харам болды. Ал егер ол әлбетте ол жай ғана құрмет емес, бір табыну жағын ниетімен жасаса, ол адам, Құдай сақтасын, ислам дінінен шығып кетеді. Иә, мұсылман болып саналмайды ол. Ал жалпы ондай ниетпен, жай ғана құрметпен жасаса да, ислам дінінде ол не болып саналады? Харам болып саналады. Сондықтан да Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтқан? Егер де адамға сәжде етуіне рұқсат болғанда, мен әйелдің, яғни тұрмыстағы әйелдің өзінің күйеуіне сәжде жасауына бұйырар едім деп айтады. Рұқсат болғанда. Демек, исламда рұқсат емес. Бірақ сол кезде әлі рұқсат болған. Я, Юсуф алейхиссаламның кезінде. Сондықтан да бауырлары мен ата-анасы не істеген? Юсуфқа құрмет сәждесін жасаған. Алла Тағала Құранда айтады: «Из қала Юсуфу ли абихи». Юсуф алейхиссалам өзінің әкесіне айтқан кезде дейді: «Я абати, ей әкешім, инни раайту ахада ашара каукаба». Расында мен 11 жұлдызды көрдім. «Уаш-шамса вал-қамара». Және ай мен күнді көрдім. Я раайтухум ли саджидин. Олардың маған сәжде жасап жатқанын көрдім. Қала, сонда әкесі айтты, Яқуб алейхиссалам, ол да пайғамбар еді. Әкесі де пайғамбар, өзі де пайғамбар, Юсуф алейхиссалам. Я бунайя, ей балақайым, ла тақусус ру'яка аля ихватика, фаякиду лака кейда. Сен не істеме, бұл түсіңді бауырларыңа айтпа, олар саған бір жамандық ойлауы мүмкін дейді. Яғни қызғаныштан да. Сен сондай жақсы түс көріп жатқаннан, қызғанғаннан. Ал-ая, وَكَانَتْ رُؤْيَاهُ ذَلِكَ فِي صِغَرِهِ قَبْلَ أَنْ يُنَبَّأَ. Және бұл түс бала кезінде түс көрген түс еді. Юсуф алейхиссалам әлі пайғамбар болмай тұрған кезінде көрген түсі еді дейді. Яғни бұл не нәрсеге дәл? ثُمَّ قَالَ تَعَالَى. Және одан кейін Алла Тағала айтты: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. Содан кейін Юсуф алейхиссалам уже Мысырда патша болған кезінде, өскен кезінде не істеді? Өзінің ата-анасын жаңағы өзінің тағына отырғызды да, Алла Тағала айтып жатыр. Сөйтіп, олар оған сәжде етті дейді. Сәжде етті Юсуф алейхиссаламға. Яғни түстің жорығы айтылып жатыр да. Вақала, содан кейін айтты. Кім? Юсуф алейхиссалам. Бұл Юсуф сүресіне айтылып жатыр. Я абати, ей әкешім, хаза тауилу ру'яя. Міне бұл менің түсімнің жорығы осы болып тұр дейді. Яғни мағынасы осы болып тұр дейді. Мен қабылу қады жаалаха рабби хаққа. Мен осыдан бұрын көрген түсімнің жорылуы осы болып тұр дейді. Расында Алла Тағала, расында менің Раббым мұны хақ қылды дейді. Яғни шынайы өңіңде де жүзеге асырды дейді. Осы түсімде көрген нәрсені. Демек, адамның несі болып тұрады екен? Түсінде көрген нәрсе кейде өңінде де не істеп отырады? Жүзеге асып отырады, жүзеге асады. Оны орысша вещи сон деп атайды. Вещи сон дейді орысша. Түсінде көрген нәрсе өмірде қайталанады да. Дәл солай болып.
қазақшасын мен нақты білмей отырмын, бірақ солай түсінде көрген нәрсенің жүзеге асуы осылай жүзеге асқан. Былайша айтқанда, түстің несі бар? Өмірге, өңіндегі өміріне несі бар екен? Әсері бар екен. Әсері бар. فَهَذِي الْآيَاتُ تَنُصُّ عَلَى أَنَّ لِلرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ تَحَقُّقًا فِي الْوَاقِعِ الْخَارِجِيِّ لَا يُنْكَرُ. Бұл жерде не дәлелі бар? Жақсы түстің, салиқалы жақсы түстің шынайы өмірде оның несі бар? Орын алуы бар дейді да. Яғни түстің бұл өмірде жүзеге асуы мүмкін екеніне дәлел бар дейді. Осы аяттар соған дәлел етіп тұр дейді. Бұл нәрсені жоққа шығару болмайды дейді. Өйткені Құранда солай айтылып жатыр да. وَلَيْسَتِ الرُّؤْيَا الْمَنَامِيَّةُ الصَّالِحَةُ مِنْ بَابِ الْأَوْهَامِ أَوْ الْخَيَالَاتِ الْبَاطِلَةِ. Сондықтан да бұл түстер дейді, жақсы түстер, адамның түсінде көретін жақсы түстер не емес дейді? Бұл бір қиял, сондай бір бос, жалған нәрсе емес дейді. Егер түс шынымен де Алладан болған жақсы түс болса, демек оның бір әсері, бір ишараты, бір белгісі бар дейді. وَلَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن رؤيا المؤمن هي جزء من أجزاء النبوة. Расында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам неден мұъминнің түсі ол пайғамбарлықтың бір бөлігі деп айтты. Пайғамбарлықтардың бөлігінің бір бөлігі деп айтты. Имам екі шейх риуаят етеді, яғни имам Бухари мен Муслим, Убадат ибн Самиттан, Алла ол кісіге разы болсын, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Мұъминнің түсі ол 46 бөлім, пайғамбарлық бөлімнің 46 бөлімінің бір бөлшегі дейді. 46 бөлшектің бір бөлшегі деп айтқан екен. Мұъминнің түсі. Және имам Муслим Абу Хурайрадан жеткізген хадисте ол кісі айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді. Муслимнің, яғни мұсылманның түсі дейді, ол көрген, немесе оған көрінген түс, ол 46 пайғамбарлықтың 46 бөлігінің бір бөлігін, сол бөлігінің бір бөлігі дейді. Яғни бөлшегі дейді. 46 бөлшектің бір бөлшегі дейді. Пайғамбарлық бөлшектің. Пайғамбарлықтың. Енді осы жерде осы сөзге қатысты бұл осы хадисте айтылып жатқан, біз жаңа айттық қой хадистерді. Осы мұсылманның түсі пайғамбарлық бөлігі дегені. Соған қатысты осы хадистің мағынасына түрлі мағынада қолданылған. Ғалымдар оны түрлі қылып түсіндірген, әртүрлі қылып түсіндірген. Және әрқайсының өзінің бір дәлелі бар. Біз оны иншалла өзіміздің Әл-Адия уәл-Аскар деген кітабымызда түсіндіреміз дейді. Оны кеңірек түсіндіреміз деп айтып жатқан. Ол мына жерде дейді, бірақ түсіндіреді. Соның бір сөздерінің бірі дейді, расында салиқалы түс, яғни жақсы түс, ол пайғамбарлықтың бөлшегінің бір бөлшегі деген қай жағынан? Фи сифати сидқиха, оның шынайылығы жағынан да, шындығы жағынан. Шындық жағынан, яғни пайғамбарлық хақ қой, шындық қой. Сол шындық жағынан ол да сол шындық болып саналады дейді. Ол мұъминнің көрген түсі дейді да. Ол көрген түс, шынайы жақсы түс, ол не емес? Жалған түс емес дейді. وَتَحَقُّقُهَا فِي الْوَاقِعِ. Және ол түстің өмірде жүзеге асуы әбден мүмкін дейді. өмірде жүзеге асуы. كما دل عليه الحديث الذي رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن محمد بن سيرين. Бұған дәлел болады имам Бухари мен Муслим риуаят еткен хадис. Біз қазір келтіретін хадис Бухари жеткізген хадистің сөзіменен. Ол Мұхаммад ибн Сириннің, ол кісінің Абу Хурайрадан былай деп естігені жайлы айтылады. Абу Хурайра радиаллаху анху былай деп айтқан. Ол кісі айтады, Алла Иса саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді. Иза иқтараба заману лам, мына жерде не дейді? Егерде заман, яғни ақырет уақыты жақындаса дейді, ақырет күні жақындаса, мұъминнің көрген түсі жоққа шығарылмайды дейді. Яғни мұъмин адамның түстері шынайы болады дейді. Шыншыл мұъмин, ақырет жақындаған кезде мұсылмандар дейді, шынайы, шыншыл мұсылмандар, олар не көре бастайды? Көп сондай түстер көре бастайды, шынайы түстер көре бастайды да. Өмірде жүзеге асатын сондай шын түстер көре бастайды дейді. Және мұъминнің түсі
ол бағана 46 бөлімнің, пайғамбарлық бөлімнің бір бөлімі дейді, бөлігі дейді. وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لَا يُكْذَبُ لَا يَكْذِبُ. Арасында ал пайғамбарлықтан болған нәрсе дейді да, ол жоққа шығарылмайды дейді. Пайғамбарлықтан болған нәрсе жоққа шығарылмайды. Яғни пайғамбар, сондықтан бұл пайғамбарлықтың сипаттарының бірі дегендіктен оны біз не істей алмаймыз дейді, жоққа шығара алмаймыз дейді. Қала Мұхаммад ибн Сирин, енді имам Бұхари айтады, Мұхаммад ибн Сирин былай деп айтты дейді: "Ва ана aqulu hadhihi", және мен де осылай деп айтамын дейді. Мына жерде енді қараңыздар, бұл жерде "Ва ма кана мина нубувати фа иннаху ла якзибу" деген, ал пайғамбарлықтан болған нәрсе, пайғамбарлықтың бөлшегінен пайғамбарлыққа тиесілі болған нәрсе ол жоққа, ол өтірікке шығарылмайды деп айтылып жатыр. Осы сөз кімдікі? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сөзі ме, жоқ әлде Мұхаммад ибн Сириннің мына жерде өзі қосып отқан сөзі ме дегенге қатысты хафиз ол мына жерде былай қарасаң дейді, бұл пайғамбардың сөзі секілді болып тұр. Өйткені бұл адамның ойымен айтылатын нәрсе емес дейді да, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сөзі. Бір топ ғалымдар оны бұл Мұхаммад ибн Сириннің осы хадистен шығарып жатқан үкімі дейді, үкімі. Яғни ол осы айтылып жатқан сөзден нені қандай үкім шығарып жатыр? Ал пайғамбарлықтан болған нәрсе өтірікке шығарылмайды деп жатыр. Қалай болса да біз оны қалай пайғамбар сөзінен десек те, немесе Мұхаммад ибн Сириннің сөзінен деп айтсақ да не болып шығады? Бәрібір мағына бір болып шығады. Ол не? Ол мүминнің түсі, шынайы, ол жақсы түсі не болып саналады? Ақиқат болып саналады. Түсінікті? Солай. Мен мына жерде қазір бағана қараймын деп есімнен шығып кетіпті. Қазір соны қарап жүрейінші мына жерде. Қазір жақсы, онда бисмилля, ары қарай жалғастыра берейік. Енді имам Муслимнің Ибн Умардан жеткізген хадисінде, Алла ол екеуіне де разы болсын, Алла Иса саллаллаху алейхи вассалам айтқан: "Ру'я салиха", шынайы түс не дейді? "Жуз'ун мин саб'ина жуз'ан минан нубуа". Бұл 70 пайғамбарлық бөлімінің 70 бөлімінің бір бөлігі дейді. Кама жаа залика инда Ахмад ибн Аббас радиаллаху анхума. Бұл имам Ахмадта келгенде дейді, Ибн Аббастан жеткізген хадисте. Вақат қала ал-алламату табари, имам үлкен ғұлама ғалым, тәфсірші ғұлама ғалым имам ат-Табари де айтқан: "Инна нисбата хазил аджзаи иля нубуати иннама хуа бихасаби ихтилафи халир раи". Расында бұл бағанағы бөлімдердің пайғамбарлыққа тиесілі етілуі дейді, бөлімдердің, бөлшектердің, ол мына адамның, түс көріп жатқан адамның халіне сай болады дейді. Ол адам қандай, соған сай ол пайғамбарлыққа неғұрлым жақын бола береді. Фару'я салиху аля ададин уаллази дунаху дуна залик. Сондықтан да шынайы түстер ол түрлі болады дейді, дәрежесі түрлі болады. Сондықтан одан төмен бола береді. Яғни былайша айтқанда мұсылман неғұрлым тақуа болса, соғұрлым оның түсі шынайы бола береді. Шынайы болады, және өмірде де жүзеге асатындай түстер көруі мүмкін ол. Ал неғұрлым оның тақуалығы аз болса, оның да түсі жалғандыққа жақын бола береді деген мағынада. وقد جمع بينها أي الروايات الواردة في نسبة رؤيا المؤمن لأجزاء النبوة، جمع بينها جماعة أولهم الطبري فقال رواية 70 عامة في كل رؤيا صادقة في كل مسلم. Нәжере қараңыздар, риуаят бізде бағана 70 деп айтылған, дұрыс па? 76, мына жерде 70 деп айтылған, және де 46 деп айтылған риуаят.
бұл жерде 70 деп айтылғаны, бұл әрбір мұсылманға қатысты. Әрбір мұсылманға қатысты болып саналады дейді. 70 бөлігінің бірі деген кезде әрбір мұсылманға қатысты бұл. Кез келген мұсылман. Ол шынайы түс болып саналады. Ал 40 дегені, 46 дегені дейді, ол дейді жаңа неге бұл жерде сондай шынайы салиқалы мұсылманның түсіне қатысты дейді. Шынайы салиқалы мұсылманның түсіне қатысты дейді. Сондықтан да ол екеуінің арасындағы бөлімдер ол не болып саналады? Мүминдердің халіне байланысты болды. Яғни неғұрлым тақуа болса, соғұрлым оның түсі де шынайы және шын болып санала береді. Түсінікті ғой, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам расында салиқалы түсті не деп те атаған? Садиқа, яғни шынайы шындық деп те атаған. Ол Алла тарапынан болады. Бұхари мен Муслим жеткізген хадисте Абу Қатададан, Алла ол кісіге разы болсын, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: салиқалы түс, яғни жақсы түс, ол Алла тағаладан болады. Уал хулуму минаш шайтан. Ал жалған түс, ол шайтаннан болады дейді. Жалған шайтан, жаман түс, қарапайым түсті. Хаза лафзул Бухари ва инда Муслим. Ал бұл сөз Бухариде келген, ал Муслимде келген риуаятта ар-ру'я салихату мин Алла. Жақсы түс Алла тағаладан. Ва ру'я суи минаш шайтан. Ал жаман түс шайтаннан деп айтылған екен. Кама байяна саллаллаху алейхи ва саллям анна ру'я садиқата. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям баян еткендей, шынайы түс деп не деп айтады? Қад такуну бишаратан лир-раи. Ол кейде шынайы түс сол түсті көрген адамға сүйінші болып саналады дейді да. Сүйінші болып келеді. Ау лиллази ру'ят лаху. Немесе кімге ол сол түс көрінді, соған ол бір сүйінші болып келеді дейді да. Яғни ол біреуге қатысты түсті көрді да, біреуге қатысты түсті көрді. Сөйтіп ол демек сол адамға ол сүйінші болып тұр да. Ол кімді көрді? Сол адамға ол сүйінші болып тұр деген секілді. Вақат такуну тазкиратан ва мауизатан лаху. Кейде ол оған бір ескертпе ретінде, уағыз болып келуі мүмкін да, ескерту ретінде түс. Оған да не бар? Бұл нәрседе олай жаңа уағыз деген енді ескерту ретінде келуі, бұл жерде неге ишарат бар дейді? Алла тағаланың сол түс көріп жатқан адамға деген көңіл бөлуі, мән беруі бар дейді бұл нәрседе. Демек Алла тағала ол адамға жақсылықты қалап тұр да, оған бір нәрсені жеткізгісі келіп тұр, жақсы нәрсені жеткізгісі келіп тұр деп түсіне аламыз дейді. Енді жалпы осы шынайы түстің болмысы көп жағдайда не дейді? Ол көп жағдайда сүйіншіні білдіреді дейді. Жақсы бір сүйіншіні білдіреді дейді. Имам Бухари Абу Хурайрадан жеткізген хадисте ол кісі айтады: мен Алла саллаллаху алейхи вассаламның былай деп айтқанын естідім. Лам япқа минан нубуати иллал мубашшират. Пайғамбарлықтан тек қана сүйіншілер ғана қалды дейді. Пайғамбарлықтан еш нәрсе қалған жоқ, тек сүйіншілер ғана қалды. Яғни мен дүниеден өткесін болды, ешқандай пайғамбар келмейді, одан пайғамбарлықтан еш нәрсе қалмайды дейді. Пайғамбарлықтың сипаттарынан тек сүйіншілер ғана қалады дейді. Сонда олар уамал мубашшират. Мубашшират деген не деп сұраған кезде қала ар-ру'я салиха. Жақсы түс деп айтқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Имам Муслим мен басқасы да жеткізген хадисте Ибн Аббастан жеткізеді. Алла ол кісіге екеуіне де разы болсын, әкесіне де. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, расында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болар алдын не істеді? Бағанағы нені ашты дейді. Өзінің бөлмесіндегі штор дейміз ғой біз, штор деп айтамыз. Пердені былай не істеп жерді? Ашты да, сөйтіп оның басы байланған болып, сондай ауырған, сол ауырғаннан басы байламда болған еді дейді. Сол себепті сол аурудан Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қатты ауырып қайтыс болды, қайтыс болды. Адамдар болса баршасы Хазіреті Абу Бәкірдің артында тұрған еді дейді. Сапта. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Я юханнас, ей адамдар, иннаху лам ябқа мин мубашширати нубуати илля ру'я салиха. Расында пайғамбарлықтан еш нәрсе пайғамбарлық сүйіншілеуден еш нәрсе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйіншілейді ғой. Не бір нәрсені сүйіншілерді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, Шам елі алынады, Парсы елі алынады, басқа да жағдайларды айтқан, басқа да көптеген сүйіншіні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үмметін сүйіншілеп кеткен, жәннаттың жаңағындай
үштен бір бөлігі, ең көп бөлігі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үмметі болады деген секілді соны айтқан, көп сүйіншілерді айтқан. Сол сүйіншілерден еш нәрсе қалған жоқ дейді. Қалған жоқ дейді. Неден басқа дейді? Шынайы жақсы түстен басқа дейді. Ярахал муслим, ол түсті мұсылман адам көреді, немесе аутуралаху, немесе оған көрінеді дейді. Немесе оған көрінеді дейді. Имам Ахмад жеткізген хадисте Айша анамыздан, Алла ол кісіге разы болсын, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, менен кейін ешқандай сүйінші қалмады, тек түстен басқа деп айтты. Сүйінші қалмады. Бұл сүйіншілер дейді, Алла тағаланың мына бір сөзіне келеді дейді. Аллазина аману ва кану яттақун. Алла тағала мұсылмандарды сипаттап жатыр. Олар иман келтіргендер дейді. Және Алла тағаладан қорқатындар дейді. Қорқатындар. Алла иман келтірген және қорқатын еді дейді. Лахумул бушра фил хаяти дуния ва фил ахира. Олар үшін бұл дүниеде және ақыретте сүйінші бар дейді. Ла табдила ли калиматиллах. Алла тағаланың сөздерін еш өзгерту жоқ дейді. Ешкім Алланың сөзін өзгерте алмайды. Алла айтты ма болды, солай болады. Залика хуал фаузул азим. Міне сол нағыз ұлы жеңіс деп айтқан. Уравал имам Ахмад ан Убадат ибн Самит. Имам Ахмад Убада ибн Самиттан жеткізген хадисте, Алла ол кісіге разы болсын, ол кісі Алла саллаллаху алейхи вассаламнан сұраған дейді. Сонда ол айтқан: "Я Расулалла, Алланың елшісі." Кім айтып жатыр? Убада ибн Самит. "Араайта қаулаллахи та'аля." Алла тағаланың мына бір сөзіне не айтасыз дейді. "Лахумул бушра фил хаяти дуния ва фил ахира." Оларға бұл дүние мен ақыретте сүйінші бар деп айтып жатыр. Осы Алланың сөзіне қатысты не айтасыз деп айтты. Фақала саллаллаху алейхи вассалам, не ойлайсыз депті. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Лақад саалтани ан шайин ма саалани анху ахадун мин уммати." Сен менен сондай бір нәрсені сұрадың, менің үмметімнің ішінен бұған дейін ол нәрсені ешкім сұрамаған еді дейді. Ешкім сұрамаған. Ау қала ахадун қаблақ. Сенен алдың, ешкім сұрамаған еді деп те айтқан риуаят бар. Тилка ай ал-бушра ар-ру'я ас-салихату яраха ар-раджулу ау тура лаху. Ол сүйінші дейді. Қандай сүйінші? Ол шынайы түс дейді. Жақсы түс дейді. Оны кісі көреді, немесе ол оған көрінеді дейді. Указалика рауал имам Ахмад. Дәл солай имам Ахмад та жеткізген. Абу Дардадан, Алла кісіге разы болсын, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің осы аятқа қатысты сөзінде не деп айтқан? Ол шынайы, ол жақсы түс деп айтқан. Мұсылман адам оны көреді, немесе оған ол көрінеді дейді. Дәл солай Ибн Жарир да өзінің Абу Хурайраға дейін жеткен иснадымен, яғни тізбегімен риуаят етеді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы аятқа қатысты не деп айтады? Фид дуния дегені ар-ру'я салихату яраха ал-абду ау тура лаху. Бұл дүниеде дегені ол жақсы түс, сүйінші болады оларға. Жақсы түс. Оны құл көреді, немесе оған көрінеді. Немесе ол ал ақыретте көреді дегені ол не болып саналады? Жәннат болып саналады дейді. Жәннат болып саналады. Түсінікті? Яғни бұл дүниедегі сүйінші ол шынайы жақсы түс болып саналса, ал ақыреттегі сүйінші ол жәннат болып саналады. Жәннатқа кіресің деген хабарды сүйінші. Имам ат-Тирмизи жеткізген хадисте Анас ибн Маликтен, Алла кісіге разы болсын, ол кісі Алла саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ар-рисалату ван-нубувату қад инқатаат." Расында пайғамбарлық және елшілік бітті, тоқтады, бітті дейді. "Фала расуля ба'ди вала набия." Менен кейін еш пайғамбар да, еш елші де жоқ дейді. Келмейді дейді. "Қал фашаққа залика алан-нас." Сол кезде бұл нәрсе адамдарға ауыр тиді дейді. Ауыр тиді. Фақала, сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Лакинил мубашшират." Бірақ та сүйінші қалды дейді. Фақалу, сонда олар айтты: "Я Расулалла, я Алланың елшісі, уамал мубашшират." Қандай сүйіншілер деп айтты дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ру'ял муслими хия джуз'ун мин ажза'i нубува." Мұсылманның түсі пайғамбарлықтың бір бөлігі деп айтты дейді. Пайғамбарлықтың бір бөлшегі деп айтты дейді. Түсінікті? Осыған дейін түсінікті болды ма? Бұл жерде өзі 3 адам қалып қойыпты. Неге шығып кетіп жатқанын мен түсінбедім. Бағана не болып қалған, естілмей қалды ма әлде?
Жақсы. وأما أن الرؤيا الصادقة قد تكون موعظة لصاحبها وتذكرة له. Және кейде жақсы түс, шынайы түс, сол түс көрген адамға не болады? Жаңағындай оған бір уағыз, оған бір ескерту ретінде болады дейді. Иә? Имам Бухари мен және басқасы Ибн Омардан жеткізген хадисте, Ибн Омар, Омар ибн аль-Хаттабтың баласы, Абдуллах ибн Омар, үлкен ғұлама сахаба. Ол кісі айтады: инна риджалан мин асхаби расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям кану ярауна руя аля ахди расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям. Расында кісілер дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның заманында, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тірі болған кезде түстер көретін дейді, түрлі түстер көретін дейді. Иә? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям заманында. Фаяқуссунаха аля расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям. Сөйтіп ол түсті Алла Иса саллаллаху алейхи ва саллям олар айтып беретін дейді. Фаяқулу фиха расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям маша Аллах. Сонда Алла Иса саллаллаху алейхи ва саллям ол түстерге маша Аллах деп айтатын дейді. Ва ана гуламун, мен болсам ол кезде хадису син, мен жас бала едім ол кезде, жас бала едім дейді сол сәтте. Ва байтил масджиду қабла ан анкиха, ай қабла ан натазавваж. Ал үйім болса менің үйім мешіт еді, мен мешітте тұрғанмын дейді. Сол жерде тұрдым дейді. Фақульту фи нафси, сол кезде ішімнен былай деп айттым дейді. Лау кана фика хайрун ла раайту мисла ма яра хаула. Егер де сенде бір жақсылық болғанда дейді. Абдуллах ибн Омар өз-өзіне айтып отыр. Егер де сенде бір жақсылық болғанда, сен де мыналар сияқты жақсы түстерді көрер едің. Өз-өзін сөгіп жатыр да, былайша айтқанда. Сен сондай жаман адамсың деген секілді. Сен де көрмей жатсың бұндай түстерді деп өз-өзін сөгіп сөйтіп айтып жатыр. Фаламаттажату лейлатан, бір түнде мен жатар алдым дейді, жатқан кезде мен былай деп айттым дейді. Аллахума ин кунта та'ламу фия хайран фа арини руя. Алла тағалам, егер де сен менде бір жақсылық көріп тұрсаң, менде бір жақсылық бар болса, онда маған түс көрсетші деп айтты дейді. Белгі берші. Түсте көрейінші соны. Сен егер мені жақсы деп жақсылық менен көрсен деп. Сөйтіп мен солай жатқан кезінде ұйықтап қалдым дейді. Ұйықтап қалды. Содан кейін басқа риуаятта былай деп келеді, жалғасы келеді басқа риуаятта. Маған түсімде дейді, яғни екі періште келді дейді. Екі періште. Екеуінің әрқайсысында қолында не бар? Қамшы бар дейді да, қамшы. Неден жасалған? Бағана темірден жасалған қамшы. Менімен бірге олар жақындап келе жатыр. Сөйтіп менімен бірге олар тозаққа, жаһаннамға алып келді дейді. Жаһаннамға. Мен болсам екеуінің арасында Аллаға дұға етіп тұрдым дейді. Аллахума аузу бика мин жаһаннам. Алла тағалам, саған мына тозақтың отынан, тозақтан саған сыйынамын, яғни мені тозақтан сақта деп екі періштенің арасында тұрып сыйынып жатырмын дейді мен түсімде. Сумма урони лақияни малакун фи ядихи мақмаатун мин хадид. Сөйтіп қарайым, маған көрінді дейді, періште көрінді дейді. Қолында не бар? Қамшы бар. Неден? Темірден қамшы жасалған қамшы бар дейді. Фақалали, маған сөйтіп айтты дейді. Лән тура'a ни'мар ражулу анта лау туксиру ссала. Сен лән тура'a, сен енді қорқпайсың. Яғни саған ешқандай қорқыныш жоқ. Қорқпа деп жатыр да, сүйіншілеп жатыр. Саған қорқыныш жоқ. Сен сондай жақсы адамсың дейді. Егер де бірақ сен намазды көп оқығаныңда деп айтты дейді. Намазды көп оқығаныңда сенен жақсы адам болмайды. Яғни сен сондай жақсы адам болар едің дейді. Бірақ сен жақсысың дейді. Бірақ саған сәл сондай өте жақсы адам болуға не жетіспей тұр? Намаз оқу, көп намаз оқу жетіспей тұр дейді. Фанталақу бия хатта вақафу бия аля шафири жаханнам. Сөйтіп олар мені қайтадан алып кетті дейді. Сөйтіп жәннат деп тозақтың бір шетіне, шұңқырының шетіне келіп тұрдық дейді. Фаиза хия мутауиятун катайил би'ри лаху қурунун ка қурунил би'r. Ол дейді, құдық сияқты тұр дейді. Жаханнам, тозақ құдық сияқты дейді. Құдықтың да мына жан-жағында нелері болады ғой, қоршауы, мынандай қоршаулары болады. Ағаштан неден жасалған. Сондай сияқты қоршаулары бар дейді. Жаңағындай тозақтың да. Бәйна кулли қарне малакун биядихи мақмаату мин. Әрбір сол қоршауының жанында періштелер тұр дейді. Қолдарында темірден жасалған қамшы бар дейді. Әрқайсысының. Ва ура фиха риджалан муаллақина биссаласили руусухум асфалахум. Сөйтіп маған сол жерде кісілер, адамдар көрінді дейді. Олардың
олар кері мына немен нетілген бағана шынжырмен байланып ілініп тұр дейді, кері ілініп тұр, бастары астына түсіп сол тозақтың үстінде былай ілініп тұр дейді, кері аударылып та, аударылып. Арафту фиха риджалан мин Құрайш, соның ішінен мен Құрайштықтардан болған кейбір адамдарды да танып қалдым дейді. Яғни тозаққа сондай аударылып түсірейін деп жатқан сияқты, сондай адамдарды көріп қалдым дейді, соның ішінен танып қалдым дейді. Фансарафу бия ан затал ямин, содан сол жерден не істеп кетті, мені оң жаққа қарай мені алып кетті дейді, сол тозақтың жанынан дейді, оң жаққа қарай алып кетті. Ибн Умар айтады радиаллаху анху, фақасастуха ай тилка руя аля Хафсата радиаллаху анха ухтихи заужи наби саллаллаху алейхи вассалам. Осы түсін ол өзінің әпкесі Хафсаға, яғни біздің мұсылмандардың анасы болған, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жұбайы болған өзінің туған әпкесіне осы түсті не істеп береді, Абдулла ибн Умар айтып береді осы жағдайда. Сонда ол Хафсада не істейді, Алла ол кісіге разы болсын, түсті Алла саллаллаху алейхи вассаламға баяндап береді. Осы Абдулла ибн Умар осылай көрген деп. Сонда Алла саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтады: инна абдаллахи раджулун салих. Инна Абдуллах раджулун салих. Инна Абдаллах раджулун салих. Расында Абдулла салиқалы кісі дейді, салиқалы адам дейді, жақсы адам. Офи риуая, басқа риуаятта инна Абдуллахи раджулун салихун лау кана якфуру салата минал лейл. Абдуллах жақсы кісі дейді, жақсы салиқалы кісі, тек ол түнде намазды көп оқығанында дейді. Түнде намазды көп оқығанда жақсы кісі болар еді деген секілді. Яғни оның бір кемшілігін айтып жатыр. Түнде намаз оқымайды дегенге қатысты. Түнгі намазды да. Офи риуаяти ли Муслим, басқа риуаятта, Муслимдегі риуаятта Алла саллаллаху алейхи вассалам айтты: ниъмар раджулу Абдулла. Абдулла нендей жақсы кісі дейді. Абдулла нендей жақсы адам. Лау кана юсалли минал лейл. Бірақ та ол түнде намаз оқығанда ғой деп айтты дейді. Түнде намаз оқыған, түнгі намазды ерекшелеп айтқан екен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Қала Салим ибн Абдилла, Салим ибн Абдилла осыған қатысты айтады: факана Абдуллах ла янаму минал лейл илля қалила. Абдуллах осыдан кейін түнде өте аз ұйықтайтын болған екен. Яғни осы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзін естігеннен кейін Хафса анамыздың да айтқан сөзі бар бұған қатысты риуаятта. Абдуллах ибн Умар бір ретте түнгі намазды қалдырмай оқыған екен, осы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзінен кейін. Еш уақытта, еш қашанда түнгі намазды қалдырмайтын болған екен Абдуллах ибн Умар радиаллаху анху, Алла кісіге разы болсын. Абдуллах ибн Умар жайлы білесіздер, ерекше сахабалардың бірі. Абдуллах ибн Умар сондай пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ұқсауға, қатты ұқсауға тырысқан сахабалардың бірі. Өте қатты ұқсауға тырысатын болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не істесе де, кез келген, тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оны бір пайғамбарлық мақсатпенен, яғни адами қажеттілікпен істесе де соны қайталап істей беретін болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мысалға бір оның алдына бір ағаштың бір бұтағы шығып қалды, ол бұтақтың астынан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өтіп кетеді ғой, енді бұтақ басын иіп та, сол жерден өтсе болды, Абдуллах ибн Умар не істейтін болған, арнайы сол бұтаққа барып соның астымен өтетін болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оны бір арнайы өзгелерге бір үлгі ретінде істемесе де, өзі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы бұтақтың астымен осылай өткен деп барып соны қайталап өтетін болған. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға барлық істе ұқсауға, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам нені жақсы көрді соны жақсы көруге, нені ұнатпады соны ұнатпауға, соның бәрі сондай өте қатты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббаты, еруге деген, пайғамбарға ұқсауға деген несі, ынтасы өте қатты болған Абдуллах ибн Умардың. Фажаат хазги ру'яту мау'изатан ли ибн Умар. Ендеше осы түс ескерту болып келді дейді Абдуллах ибн Умарға, дұрыс па? Оған осы түнгі намаздың маңыздылығын жайлы ескерту және есіне салу болып келді дейді. Иә? Бұл да ненің белгісі? Алла тағаланың Абдуллах ибн Умарға жақсылықты қалап тұрғанның белгісі дейді. Оған оны жақсы жолға істеп жатыр, жолын көрсетіп, оған аян етіп белгі беріп жатыр да, белгі беріп жатыр. Уақат байяна Наби саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам да түстердің түрлерін айтты. Бұл не бар? Жақсы түс бар, оны шынайы, шын түс деп, шынайы түс деп атайды оны. Шынайы, яғни шындық, шын түс деп атайды. Ол жайлы біз алдында айттық. Енді түстердің бірі ол адамның ойынан пайда болатын түс болады. Адамның ойынан. Нені көп ойлайды, содан түс болады, түс көреді да. Немесе шайтан жағынан, шайтанның бағанаға мұсылманның көңілін түсіру үшін
шайтаннан болатын түс болады. Сахих Муслимде жеткен хадисте Абу Хурайрадан ол кісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның былай деп айтқанын жеткізеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, түс үш түрлі болады дейді. Шынайы түс ол Алла тағаладан болған сүйінші болып саналады дейді, жақсы түс яғни. Және шайтанның түсі болып саналады, ол шайтан оны жаңа көңілін түсіргісі келеді да. Және қандай түс болады? Адам өз-өзіне нені көп ойлады, нені көп ойлай берді, соны көреді дейді да. Көп ойлаған нәрсесін. فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ. Ендеше кім өзіне ұнамайтын бір нәрсені көрген болса, жаман түс көрген болса, ол тұрысында намаз оқысын дейді. Яғни дәрет алып барып намаз оқысын. وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسِ. Және ол жаман түсін ешкімге айтпасын дейді. Жаман түсті не істеуге болмайды, ешкімге айтуға болмайды. Оны тек Алла намаз оқып, содан Алла тағалаға жалбарынасыз. Алла тағалам бұл нәрсе өмірімде орын алмасын, бұл нәрсе өмірімде болмасын деп солай дұға етесіз. Болды. Оны айтпайсыз ешкімге. Уайнда Термизи дәл солай жақсы түсті де тек сіз сенетін адамға ғана айтасыз. Сіз кімге сенесіз? Сізге шынымен жақсылықты ғана қалайды-ау мына адам маған бір мені бір қызғанбайды, маған тек жақсылық қалайды деген адамға ғана не істейсіз? Жақсы түсіңізді сол адамға ғана айтасыз. Жақсы түсіңізді барлығына айтуға болмайды. Өйткені оның несі болады? Оны көре алмайтын бір адам болады. Оның көре алмаушылығы әсер етеді. Тек қана сізді шынайы жақсы көретін, сізге шынайы жақсылық қалайтын адамға ғана айтып бересіз жақсы түсті. Ал жаман түсті мүлдем ешкімге айтпайсыз. Термизиден жеткен хадисте ол жерде де солай келген, хақ деп келген, хақ түс деп келген ол жерде. Хақ. Ол яғни жақсы түстің мағынасында. Енді мұъминнің түсі, шынайы түсі ол хақ болып саналады. Ол түске күмәндануға болмайды дейді. Ол түс Алла тарапынан болады дейді. وَإِنَّ أَحَقَّ الرُّؤْيَا الَّتِي يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ وَأَصْدَقَهَا هِيَ رُؤْيَاهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وسلم. Және ендеше түстердің ішіндегі ең шынайысы, ең жақсысы және ең шынайы жағынан ең шыншылы дейміз ба, қалай қайтса болады? Ең дұрысы, ең шынайы түс, ең шынайы түс ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көру дейді. Өйткені шайтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кейпіне ене алмайды, оған ұқсата алмайды өзін, оның болмысына ене алмайды және ол секілді өз-өзін көрсете алмайды дейді. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам секілді өзін сондай бір кейіпке ене алмайды дейді. Бұл хадис, бұлған қатысты хадис анық ашық келген сахих хадистерде. Бұл сөз анық ашық айтылған. Имам Бухари айтады: "Бабу ман ра'a an-набия саллаллаху алейхи вассалам фил манам." Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды түсінде көргенге қатысты бап дейді. Түсінде көрген қатысты. Яғни демек Имам Бухари нені айтып тұр? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды түсінде көрудің мүмкіншілігін айтып тұр деген. Сумма аснада иля Аби Хурайра радиаллаху анху. Содан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды, содан кейін Абу Хурайрадан жеткен хадисті жеткізеді де былай деп айтады. Қал Абу Хурайра айтады: "Самияту набий саллаллаху алейхи вассалам яқул." Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның былай деп айтқанын естідім. "Ман раани фил манами фасайарани фил яқаза." Кім мені түсінде көрсе, ол мені өнінде де көреді дейді. "Вала ятамассалу шайтану би." Және шайтан менің кейпіме ене алмайды дейді. Және Анас ибн Маликтен жеткен хадисте ол кісі айтады: "Алла саллаллаху алейхи вассалам айтты" дейді. "Кім мені түсінде көрсе, расында ол мені көрді" дейді. "Ман раани фил манами фақат раани." Ал шайтан болса менің кейпіме ене алмайды. Мұъминнің түсі пайғамбарлық 46 бөлімнің бір бөлшегі дейді. 46 бөлшектің бір бөлшегі дейді. Абу Қатададан жеткен хадисте ол кісі айтады: "Алла саллаллаху алейхи вассалам айтты" дейді. "Шынайы түс Алла тағаладан болады" дейді. "Жақсы түс Алладан болады" дейді. "Ал жаман түс вал-хулум шайтаннан болады." "Ал жаман түс шайтаннан болады" дейді. "Фаман ра'a шай'ан якрахуху." Ендеше кім бір өзіне ұнамай тұрған бір түс көрсе дейді, ол 10 жағына 3 рет үрлесін дейді. Сүф деп 3 рет жаңағы аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп сүф деп солай үрлесін дейді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим сүф деп сол сөзді айтасыз да, сосын сүф деп үрлейсіз. Тағы да айтасыз, қайта үрлейсіз, тағы да айтасыз, 3 рет солай істесін дейді. Расында сол кезде ол түс оған зиянын жеткізбейді дейді. Яғни ол түс оның өңінде орын алмайды. Расында шайтан
менің кейпімде көріне алмайды деген. Иә? Кейпіме ене алмайды. Басқа хадисте Абу Қатададан риуаятта ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтады: "Мән раани фақат раал хақ." Кім мені көрсе, ол ақиқатты көрді дейді. Кім мені көрсе, ол ақиқатты көрді. Дәл сол имам Бухари Абу Саид аль-Худридан жеткізген хадисте расында ол кісі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның былай деп айтқанын естіген. "Мән раани фақат раал хақ." Кім мені көрсе, ол ақиқатты көрді, хақты көрді. Расында шайтан менің болмысыма ене алмайды дейді. Менің болмысыма. Имам Муслим Жабирден жеткізген хадисте ол кісіге Алла разы болсын, Алла саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мән раани фи науми фақат раани." Кім мені түсінде көрсе, расында ол мені көрген болып саналады. "Фа иннаху ла янбағи лиш-шайтани ан яташаббаха бия." Расында шайтанға менің кейпіме маған ұқсауға рұқсат етілмеген дейді. Рұқсат етілмеген, оған олай жасауға болмайды. Ол олай жасай алмайды, былайша айтқанда. Маған ұқсай алмайды дейді ол. Менің кейпіме ең. Және Бухари мен Муслим басқа хадис жеткізген хадисте Абу Хурайрадан ол кісі айтады: "Алла саллаллаху алейхи ва саллямның былай деп айтқанын естідім" дейді. "Кім мені түсінде көрсе, ол мені өңінде де көреді" дейді. Немесе ол мені құдды бір өнінде көргендей болады дейді. Ол мені құдды бір өнінде көргендей болады дейді. Расында шайтан не істемеді дейді. Шайтан менің кейпіме ене алмайды дейді. Имам ат-Тирмизи Абу Хурайрадан жеткізген хадисте ол кісі айтады: "Алла саллаллаху алейхи ва саллям айтты: түс үш түрлі болады" деп айтты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Біріншісі ол хақ түс, ақиқат. Я, ол жайлы біз айттық. Және екіншісі офихи ва кана яқулу ман раани фа инни ана хуа. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтатын болған дейді: "Кім мені көрсе, расында мен сол, ол мен олмын" дейді да. Мені кім көрсе, мен солмын, менмін ол дейді да. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мені кім көрген болса, расында мен сол, ол менмін" дейді да. Ол басқа емес, ол мені көрді дейді ол. "Фа иннаху лайса лиш-шайтани ан ятамассала би." Расында шайтанға менің кейпіме не ене алмайды дейді. Расында шайтан менің кейпіме ене алмайды. Саллаллаху алейхи ва саллям. Имам ат-Тиби Алла кісінің рахмет етсін, былай деп айтады: "Ал-аллама", үлкен ғұлама ғалым. Бұл жерде осы хадистердің мағынасы дейді: "Кім мені түсінде көрсе, қандай да бір сипатта көрсе" дейді да, кейіпте. "Канат фальестабшир", ендеше ол қуансын дейді. Және біліп қойсын дейді, расында ол хақ түсті дейді. Хақ түс көрді дейді, ақиқат түс көрді. Кімнен болатын? Алладан болатын ақиқат түсті көрді дейді. Ол болса сүйінші болып саналады дейді. Ол не емес, жалған емес дейді. Бағанағы шайтанға тиесілі болған бір жалған түс емес дейді. Расында шайтан менің кейпіме ене алмайды деп айтты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның кім ақиқатты көрсе деген сөзінде, яғни және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол ақиқатты көрді деп айтып жатыр ғой бағана хадисте, біз алдында айтып жатқан хадистерде. Яғни ол жалғанды көрген жоқ дейді. Шынайы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды көрді. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бұл жерде "Мән раани фақат раани" деп айтып жатқаны, бұл жерде араб тілінде "Мән раани фақат раани" шартпенен оның жауабы айтылып жатыр да. Мән, кім мені көрсе, сол мені көрді. Кім мені көрсе, енді кім мені көрсе дегеннің оның жауабы не? Жауабы сол мені көрді деген сөз. Демек, бір сөз екі рет қайталанып тұр да бұл жерде. Бұл бір сөз екі рет қайталанып тұр. Бір не шарт жағынан да, жауап жағынан да. Бұл жерде мағынаның дәл ол кемел тұрғысына жеткізеді. Дәл сол нақты солай екеніне дәлел болады араб тілінде, солай да. Араб тілде. Фақат ра'a ру'ян лайса бa'даха шей. Ол сондай шынайы түсті көрді, одан шынайы түс жоқ дейді. Түсінікті? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы сөзі, кім мені көрсе, расында ол мені көрді деген сөзі не нәрсеге дәлел болып тұр? Нақты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды ең шынайы түске қандай түс дейтін болсаңыздар, ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды түсінде көру. Одан артық шынайы түс жоқ дейді. Нақты шынайы түс осы дейді. Я, имам ат-Тиби осылай деп айтқан өзінің кітабында. Енді үлкен Малики мазхабының ғалымы Әл-Қуртуби, ғұлама ғалым, тәфсір ғалымы былай деп айтады: бұл хадисті біз түсіндіретін болсақ, ол, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям расында шайтан менің кейпіме ене алмайды дегені, бұл жердегі мақсат пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды әрбір халде көру дейді да,
ол жалған нәрсе емес. Кез келген қалай көрсе де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам деп түсінде бұл пайғамбар деп ойлап тұр ма, түсінде, демек ол пайғамбар да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ол оның жүзін көрмесе де жалпы біреуді ол түсінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ғой деп ойлап тұрса, болды, ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам болып есептеледі дейді. Иә? Тіпті ол өзі ақиқат түс болып саналады дейді. Уалау руия аля гайри суратихи саллаллаху алейхи вассалам. Тіпті ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің негізгі сипатымен көрінбесе де дейді. Өзінің негізгі сипатымен көрінбесе де ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам болып есептеледі. Фатасауру тилка сурати лейса минаш шайтан. Сондықтан да бұл ол бағанағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды қандай кейіпте көрсетсе де ол шайтаннан болып саналмайды дейді. Өйткені шайтан оның кейпіне ене алмайды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан ол Алла тарапынан болады дейді. Имам Науи да айтады. Имам Науи ең дұрыс пікір осыған қатысты дейді. Расында кім пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрсе түсінде дейді. Иә? Ол ақиқат болып саналады. Мейлі ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның белгілі сипатында көрсе, немесе басқаша сипатта да көрсе дейді. Бұған қатысты түрлі ғалымдардың пікірлері бар. Осының ішінде бір топ ғалымдар, соның бірі бір топ дегенде Малики мазхабының Ибн Джузай секілді тәпсір ғалымы бар, басқа бар ғалымдар бар Малики мазхабында. Олар бұл мәселеде қатты ұстанады, яғни олар тек пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды шынайы өмірде көрген адамға ғана қатысты дейді. Сондай ғалымдар бар, сөйтіп айтқан. Яғни демек ол сахабаларға ғана қатысты. Сахабалар көрген болса, олардың соларға ғана қатысты дейді бұл түс. Олар түсінде көрді ма пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды, олар демек шынайы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрді дейді. Басқаларға қатысты емес дейді бір топ ғалымдар. Одан кейін басқа ғалымдар, оның ішінде Қалди Ияд бар, оның ішінде Ибн Хаджар әл-Асқалани секілді, оның ішінде сондай үлкен ғұлама ғалымдар бар. Олар айтады, жоқ дейді, басқа адамдарды да көрсе де көреді дейді. Бірақ дейді, олар шарт қояды. Қандай? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бізге жеткен сипаттары бар ғой, хадистер. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бағанағы сақалы қалың болған, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның көзі жайлы, жаңағындай басқа да пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сипаттары, шашы жайлы, жүрісі жайлы, денесінің ірілігі жайында, қасы жайында, сол кейпінде көрсе ғана ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрген болып саналады дейді. Басқа кейіпте көрсе, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жайлы келген сипаттар бар ғой, хадистер. Сол хадистегі сипатқа қарама қайшы болып келсе, мысалға сақалсыз келсе деп айтайық мысалға да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сақалы бар болғаны анық. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сақалсыз көрінсе, демек ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам емес дегісі келіп тұр да олар. Демек шарт дейді, ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзінің сипатында көрінуі керек дейді. Көрінуі керек. Соған қатысты болып саналады дейді. Ал басқа топ ғалымдар, оның ішінде біз жаңа айттық, мына жерде міне имам Науауи бар, имам Қуртуби бар, үлкен ғұлама ғалымдар. Оның ішінде мына кітаптың авторы да Абдулла Сироджиддин да сонымен қосылып не етіп тұр, келісіп тұр. Ол жоқ дейді, қандай сипатта көрсе де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрген болып саналады дейді. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көре алу үшін ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сипатын білу керек дейді. Сипатын білу керек. Сондықтан да мен сіздерге иншалла Бейсенәли Олжастың несін жіберемін, сабақтарын жіберемін сіздерге. Иншалла пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ол жерде сипаттары жайлы имам Термизи жинақтаған хадистер бар. Сол хадистердің баршасын түсіндіріп өтіп шыққан қысқа нұсқа түрде. Иншалла пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кейпі қандай болған, денесі қандай болған, жүрісі қандай болған, жүзі қандай болған деген секілді сол жерде барлығы айтылған. Соны иншалла сіздерге жіберемін. Сіздер пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды түстеріңізде көрген кезде, Алла нәсіп етсін иншалла, сіздер бірден пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сол сіз танитын сипатта көрулеріңіз үшін. Иә? Осылай. Демек пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды кез келген сипатта көруге болады дейді бір топ ғалымдар. Имам Суюти айтады, біреулер сұрады дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды әрқайсысы әр жерде, әр уақытта, әр түрлі уақытта қалай олар барлығы бірдей пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көре алады дейді. Сонда ол біреу айтқан, кәшшәмси фи кабадис самаи ва дауха, ол мына аспандағы күн секілді дейді. Оның несі жарығы дейді, сәулесі дейді, яхшал билада машариқан ва мағариба, шығыс пенен батысты да не істеп тастайды, барлығын жаулап алады дейді, соның жарығы дейді, сол сияқты дейді. Яғни ол жарықты барлығы көре алады. Дәл сол секілді адам да
әртүрлі жақта болса да олар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көре алады дейді. Ал енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кім мені түсімде көрсе, ол мені өңінде көргені болып өңінде көреді дегені дейді. Және шайтан менің кейпіме ене алмайды деген сөзі, бұған қатысты имам Манауи былай деп айтады. Яраху ру'ятан хассатан фил ахира. Олар оны, яғни өнінде көреді дегені, ақыретте арнайы жеке көреді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды. Арнайы жеке көреді. Яғни жақын көреді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды жақыннан көреді, және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шапағатына ие болады дейді. Иә, және осы мағынаға бұрынғы ғалымдардың көбісі осы мағынаны айтқан. Яғни өңінде көреді дегеннің мағынасын осылай түсіндірген. Оның мағынасы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам түсінде көрген адамды сүйіншілеп жатыр. Не деп? Ол оны ақыретте көретініне, ерекше көрумен көретініне, басқаша көреді. Иә? Ол жерде не болады? Ол яғни жақыннан көреді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды. Және оның шапағаты, ерекше шапағаты болады. Иә, оның дәрежесі, жаңа адамның дәрежесіне, оның ұлықтылығына, оның үлкен дәрежесіне сай, оның ерекше шапағаты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ерекше шапағаты оған нәсіп болады дейді. Және басқа да жаңағындай пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның несіне қатысты түрлі ерекшеліктері де нәсіп болады иншалла. Иә, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам түсінде көрген. Өйткені әрбір мұмин пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды иншалла ақыретте көреді дейді, жалпы көреді да. Каусардан қолынан су ішетіндер болады салға. Ал енді кім пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды түсінде көрген болса, бұл өмірде, дүниеден өтпей тұрып, ол иншалла ақыретте жеке арнайы көреді да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ерекше жеке көреді. Ол жерде ерекшелік бір болады, басқаша. Жалпы көргені басқа, ерекше арнайы көру басқа болады да пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды жақыннан деген секілді. Дәл солай имам Манауи жеткізеді. Манауи жеткізеді кімнен? Ад-Дамамини деген ғалымнан. Ол кісінің былай деп айтқан. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды түсінде көрген адамға қатысты дейді. Иә, бұл сүйінші пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды түсінде көріп, мұсылман болып дүниеден өткен адамға қатысты дейді. Мұсылман болып дүниеден өткен адамға қатысты. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрген адам, демек бұдан біз мынаны түсінсек болады дейді да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл мұсылман адамға қатысты дейді да. Қараңыздар мынандай пікірді. Бұл сүйінші тек қана мұсылман адамға қатысты дейді. Яғни қайтыс болған кезде діннен шықпай, ислам дініменен өмірден өткен адамға ғана қатысты дейді бұл. Ендеше дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрген адам, бұл өмірде түсінде көрген адамға не? Ол иншаалла исламмен осы өмірден өтеді дейді. Исламмен өтеді. Мұсылман болып өтеді дейді. Оның иншалла ақырғы сәті қайырлы болады дейді. Неге? Өйткені ол қияметте لأنه لا يراه في القيامة تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب منه صلى الله عليه وسلم إلا من تحقق منه الوفاة على الإسلام. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бағана айтқанымыздай жақын ерекше көру болады дедік қой біз ақыретте оны. Ақыретте пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды ерекше көру болады. Дұрыс па? Ал ол кімге ғана нәсіп болады? Әлбетте ол тек қана мұсылман болып дүниеден өткен адамға ғана нәсіп болады. Демек біз бұдан нені түсіне аламыз дейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды түсінде көрген адам дейді, ол мұсылман болып дүниеден өтетініне не бола алады дейді? Жаңағындай сондай мұсылман болып дүниеден өтеді деп айта аламыз дейді иншалла дейді. Субханалла, қараңыздар. Иә? Дәл солай бағана біз оларға бұл дүниеде ақыретте жаңа сүйінші бар деген аят бар ғой, біз айттық қой. Сол бұл дүниеде деген сүйіншіге қатысты кейбір тәпсірлерде не деп айтылған екен? Ол өлім, яғни жақсы өліммен өту, яғни исламмен мұсылман болып дүниеден өту деп айтылған екен. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тағы да өзінің бағана алдыңғы хадистерде біз не деп айттық? Түсінде көруді, түсінде емес, жаңа сүйіншіні, бұл дүниедегі сүйінші, мүминге болатын сүйінші, ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көру деп айттық. Яғни пайғамбарымызды емес, шынайы түс деп айттық оны. Шынайы түс. Ал шынайы түстің ең бағанағындай ең жоғарғы дәрежесі ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көру дедік. Демек пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрдіңіздер қалай бір-бірімен байланыс болып тұр. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрген адам, ол оны ақыретте көреді деп хадистен айтып тұр.
иә, ол оны өнінде көреді. Өнінде көреді дегенде біз не дедік, ол ақыретте көреді дедік. Ақыретте қалай көреді? Жалпы ерекше көреді, жалпы арнайы көреді да. Баршасы мендер жалпы көреді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ал ол адам, түсінде көрген адам ерекше көреді да. Ал демек ерекше көрген адам ол мұсылман болады деген сөз да, мағынада ол мұсылман екеніне дәлел болып тұр. Демек пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды түсінде көрген адам ол мұсылман болып дүниеден өтеді иншалла. Және имам Манауи айтады, бұл жерде кейбір ғалымдар алдыңғы ғалымдар, оның ішінде Ибн Аби Джамура немесе олар бұл дүниеде кәдімгі тірідей көреді деген мағынаны айтқан екен кейбір ғалымдар. Бұл жалпы сондай өте үлкен жоғары дәрежеде болған тақуа адамдарға тиесілі болса, және басқа өзге адамдарға қатысты ондай емес адамдарға, яғни ол мүмкін нәрсе. Ал иншалла кімдерге нәсіп болуы мүмкін? Сондай үлкен жоғары дәрежедегі адамдарға нәсіп болуы мүмкін, тірідей көруді. Бұл жердегі мағына, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды осы өмірде шынайы өз көзімен көреді дейді, түсінде емес дейді. Тіпті ол неде болуы, қашан болуы мүмкін дейді? Қайтыс болар алдын болуы мүмкін дейді. Немесе сол өлім сәтінде болуы мүмкін дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көруі дейді. Сол не болады? Оның осы сүйінші болады дейді. Оның сол түсті көруге адамға қатысты оның сүйіншісі осы болып саналады дейді. Ол иншалла мені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып отыр, мені тірідей көреді деп жатыр ғой. Өнінде көреді дегені осы дүниеде көреді дегені. Яғни ол өлім сәтінде немесе өлер алдын көреді деген мағынада. Иә? Абдулла айтты дейді, "Вала мани мин ан юрада мин ал-яқазати умумуха." Бұл жерде өнінде көреді деген жалпы мағынаны алуы, жаңа тек ақыретпен шектеу емес, жалпы осы өмірде де оны мензеу рұқсат дейді. Ода ешбір оны бағанағы жоққа шығаратын еш нәрсе жоқ дейді. Өйткені өң деген нәрсе бұл дүниені де қамтиды дейді. Тіпті ол өлімнің сәтін алдыңда болсын, немесе өлімнің дәл сәтінде болсын, әртеуі көруі мүмкін дейді да. Және ол нені қамтиды дейді? Өң деген ол барзах әлемін қамтиды дейді да. Қайтыс болғаннан кейін барзах әлем, рухтар әлемін. Иә, дәл солай ол өң деген ақыретті де қамтиды. Ақырет енді нағыз шынайы өң, ол қандай өң? Шынайы өмір ол ақыреттік өмір. Нағыз ояну ол ақырет та. Өйткені Али радиаллаху анхуға тиесілген сөз бар, адам өлгеннен кейін оянады деп айтқан, ұйқыдан оянады. Шынайы, нағыз шынайылық көздегі перденің барлығы ашылады, бүкіл ақиқаттың барлығын өз көзімен көреді да. Одан артық ояну бар ма? Періштені де, тозақты да, жәннатты да, баршасын, бүкіл нәрсені өз көзімен көреді. Одан артық ояну жоқ. Нағыз өң ол ақырет. Ақыреттік өмір, жәннаттық өмір. Нағыз өң да ол. Түсінікті? Ол осы нәрсенің барлығын қамтиды дейді. Демек бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрген адам فيكون الحديث فيه بشارة لرائيه صلى الله عليه وسلم برؤيته يقظة في جميع العوالم الدنيا والبرزخ والآخر. Демек бұл жерде хадис барлық нәрсеге сүйінші болуы мүмкін. Яғни ол оны өмірде де көреді, бұл өмірде, және барзақта да көреді, және ақыретте де көреді дейді. Үшеуінде де қамтып кетеді дейді. Имам Суйути айтады, ал жалпы мұсылмандарға дейді, бұл өлімнің алдында немесе оның сәтінде болады дейді бұл нәрсе. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көру дейді. Егер ол түсінде көрсе, ол иншалла оны пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды әрі шынайы түрде өз көзімен өнінде көп жағдайда қашан болады дейді? Өлімнен алдын болады дейді. Өлуге аз уақыт қалған кезде. Немесе дәл сол өлім сәтінде болады дейді. Жаны шығайын деп жатқан кезде. فلا تخرج روحه من جسده حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم. Сондықтан не істемейді ол? Оның жаны пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрмей шықпайды дейді. Аллаху акбар. Оның жаны пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрмей шықпайды. Вафаан биуадихи. Неге? Өйткені бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның уәдесі ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты? Кім мені көрсе деді, иә? Түсінде көрсе, ол мені иншалла өнімде де көреді деп айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам уәде берді ме? Берді. Демек бұл уәде орындалу керек пе? Керек. Қашан орындалады дейді? Сол көпшілік адамдар үшін
көпшілік мұсылмандар үшін ол өлімнің алдында не өлім сәтінде орындалады. Сөйтіп ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды шынайы тірідей пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көргеннен кейін барып қана ол оның жаны шығады дейді. Оған дейін шықпайды дейді. Көрсетеді Алла тағала. Ал енді ерекше Аллаға сондай жақын болған, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ерекше жақын болған сондай жақсы адамдарға, оларға ол өлім алдында емес, жалпы кәдімгі мына қарапайым уақытта да оларға пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды тірідей көру нәсіп болады дейді, иншалла. وهذا من باب الكرامات التي يكرم الله تعالى بها من شاء من عباده. Бұл сондай кереметтердің бірі, ғажаптардың бірі. Алла тағала ол қалаған құлына ол нені кереметті, сондай бір ғажап нәрсені нәсіп етеді дейді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды тірідей көру. Қала Абдулла ғафараллаху тағала лаху. Абдулла айтты дейді, Алла тағала ол кісіні кешірсін. وقد أكرمني الله تعالى برؤياي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات عديدة متواصلة. Расында Алла тағала маған көптеген мәрте пайғамбар Алла Иса саллаллаху алейхи вассаламды көруді нәсіп етті дейді. Көп мәрте нәсіп етті дейді. Фихал башаирул мутанауиа. Ол жерде не бір түрлі не бар сүйіншілер бар дейді. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды тірідей көрген кезімде. Руббама азкуру ба'дан минха фи мунасабатин ма. Кейде мен оның біреуін айтып қоямын дейді. Сол сәтке сай кеп тұрғандықтан мен оны кейде айтам дейді. Таншитан лил химам. Адамдардың бағанағы несі ынта жігерлері арту үшін сондай мақсатта айтам дейді. Ва тахаддусан бин ниам. Және Алла тағала Құранда не деп айтты? Ва амма би ни'мати раббика фахаддис деп айтты. Ал енді Раббыңның саған берген нығметі жайлы сен айтып жүр деп айтты дейді. Сондықтан мен оны кейде сол Алла тағаланың маған берген нығметі болғандықтан мен оны айтам дейді кейде. Сондай ниетте айтам дейді. Wallahu ta'ala huwa ash-shahidu ala zalika al-kalimi дейді. Алла тағала болса осы менің айтып жатқан сөзіме өзі куә дейді. Яғни мен өтірік айтып жатқан жоқпын дейді. Бұны шатаспасам Абдулла Сираджиддин өзі айтып жатыр. Өзінің сөзі. Жаңа біз айттық қой, Абдулла айтты деп. Бұл жерде Wallahu алям, нақты мен қазір білмей отырмын, бірақ Абдулла Сираджиддин кітаптың авторы Абдулла Сираджиддин өзі. Абдулла Сираджиддин шейх Абдул Фаттах Абу Ғудданың ұстазы, шейх Абдул Мухаммад Ауаманың ұстазы болып саналады. Шейх Нуруддин Айтардың, Абдул Фаттах Абу Ғудданың емес, шейх Нуруддин Айтар мен шейх Мухаммад Ауаманың ұстазы болып саналады. Осы сол кісінің өзінің сөзі болса керек. Бізде айттық, бұл кітапқа қатысты айттық, бірде осы шейх Абдулла Сираджиддин былай деп айтқан екен да, осы кітаптың авторы былай деп айтқан. Мен дейді, менің кітабымды көп оқыңдар дейді, қайталап тұрып оқып жүріңдер дейді, әрдайым үнемі. Ол менің кітабым болған үшін емес дейді. Менің кітабым болған үшін емес. Бәлки не үшін дейді? Мен қайсы бір кітапты жазған кезде дейді, оны жазып болған кезде сол кітапқа өзінің разылығын арнайы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам маған білдіретін дейді, өзінің разылығын білдіретін дейді сол кітапқа. Әсіресе дейді, менің осы ас-салату аля наби, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген салауат кітабы мен менің және Мұхаммад Расулулла деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сипаттарына қатысты осы екі кітабыма әсіресе ерекше өзінің разылығын білдірді дейді. Көретінмін дейді мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды. Сөйтіп. Демек, Аллаху алям, бұл сөз Абдулла Сираджиддиннің өзіне қатысты болып тұрған секілді. Қала Абдуллах деп қана қоя салды да. Өйткені бұл егер өзге бір үлкен ғұлама ғалым болғанда, оны бір ерекшелеп жазатын еді. Қали Абдулла пәленше деп мақтап. Бұл жерде құр ғана Абдуллах деп қоя салды. Соған қарағанда өзін меңзеп жатқан сияқты. Абдулла Сираджиддин. Хафизаху, рахимахуллаху та'ала. Я Алла. Алла баршамызға нәсіп етсін, иншалла, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көруді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көріп, иншалла, ақырет соңғы өлім сәтінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көріп жанымыз шығуды нәсіп етсін, және ақырымыз сондай хайырлы болуды нәсіп етсін. Алла тағала бізге осы өмірден исламмен, иманмен өтуді нәсіп етсін, иншалла. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды өмірінде түсінде көрген адам, иншалла, ол иманмен өтеді. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көруге
түсімізде көруге барынша қалайық, иншалла салауатымызды айтайық, тырысайық. Құдай қаласа Алла тағала бізге баршамызға нәсіп етсін. Осы бір хабарлар, осы бір айтылған нәрселер біздің пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көруге, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жақын болуға, тырысуға, соған бір қалай айтсам екен, бізге бір ынта жігерімізді арттырып, сол амал етуге көмектесетін шығар деген ойдамын осы сабақтар. Иншалла. Алла тағала баршаңызға разы болсын. Біздің осымен сабағымыз аяқталды. Келесі иншалла сабақта, басқа сабақтарда жүздескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.